Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа, турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Қазба жұмыстары. Мәссаған. Тиен. Ол біреудікі ғой, орнына қоя салайық. Қожайыны мұны бұл тоғайдан қалай табады? Қане, оны сканерлейін де, саусақ ізіне қарап иесін табайық. Сканерлеу. Талдау. Саусақ іздері табылмады. Олжаның болжамды жасы 300 жыл. Алақай, көне тиын тауып алдық. Тағы да іздеп көрейікші. Мұнда көмбе болуы мүмкін ғой. Қазына. Сонымен қазына таппадық. Мұның мен келіспеймін. Мұның бәрі көне заттар және сол ішінде құнды. Өте ертеде ол жерде ауыл болған. Ол жерде қазына болу мүмкін бе? Кім білсін. Бірақ ол мамандардың жұмысы. Таныс археологтарым бар еді. Соларға қоңырау шалайын, қазба жұмыстарын ұйымдастырар. Оларсыз қаза беруге болмай ма? Көне заттарға зақым келтіріп алмай, асқан ұқыптылықпен істеу керек. Археологтар тезірек келсе екен. Ой, оларды қашанғы күтеміз? Кеттік, Катя. Қайда? Қайдас нес? Қазуға? Абайлап қазамыз. Тек опай салмаса екен. Жарайсың! Достар, шұғыл көмектерін қажет. Қазба жұмыстарын бастаймыз. Ал топ ше? Кейін тауып алармыз, Трак. Ең бастысы базаны жасыруды ұмытпау керек. Еш нәрсе көрінбейді ғой. До, мұна жерге тұршы, өтінем. Жарық. Жақсы, бірақ әлі де қараңғылау. Анке. Керемет. Жоспар мынадай. Тор ең үстіңгі қабатын алады, Бұл топырақты шығарады. Зер толық суреттер жасайды. Мен ше? Ал Трак, сен ең маңызды жұмысты атқарасың. Бірақ мен сурет сала алмаймын ғой. Бұл шаңды мұқият тазалауға қажет. Еш нәрсені бүлдіріп алмай, барынша ұқыпты жұмыс істеу керек. Дайынсыңдар ма? Я! Турбозаврлар, алға!
Не таптың? Қане тездет. Алақай, қазына! Қазір ішінде не барын білеміз. Кітап? Бары сол ма? Сонда бекер қаздық па? Бекер емес. Көне кітаптарда өткен заман туралы құнды ақпараттар жазылады. Кітапты әжеге апарып беру керек. Ал әжем оны таныс археологтарына береді. Әже, кітап не туралы екен? Қазір айтып беремін. Сендер әуелі көмештің дәмін көріңдер. Дәмі тілі үйрет. Бұрын неге осындай дәмді тағам пісірмедіңіз? Бұрын рецепт болмап еді. Ол қандай рецепт? Ой, ол көне рецепт қой. Дәл мұндай көмешті арғы атамыз бен әжелеріміз жеген. Оны қайдан таптыңыз? Оны ма? Бір көне аспаздық кітаптан. Демек, әлгі кітап қой. Расымен де, нағыз қазына дерсің. Турбозаврлар. Ең қарапайым күн. 34-35 іздеуді бастайым. Петя мен Боряны көріп тұрмын. Федя өзі табылды. Әділетсіздік қой. Егер түшкірмесем, мені ешқашан таппас еді. Тіпті бір жыл өтсе де. Қойш, мен іздегенде алдымен ағаштарға қарайым. Себебі аулада басқа жасырынатын жер жоқ. Ал орманда болса оп-оңай жасырынар едім. Нұр әпке бізді орманға жібермейді. Осында ойнай берейік. Петя, сен іздейсің. 1, 2, 3, 4, 5. Түсінсем бұйырмасын, ол қайда кетіп қалды? Мүмкін орманға кетті ме? Оны орманнан ешкім таба алмайды деген есіңде ме? Мен тауып алам, оп-оңай. Боря, оны жалғыз өзің іздемексің бе? Ол менің бауырым, оны өзім іздеуім керек. Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Федя! Боряны бекер жалғыз жібердік. Енді қайтсек екен? Мен білемін, турбозаврлар көмектеседі. Керемет сурет. Бізге көмектерің ауадай қажет. Достарымыз адасып кетті. Шуламаймыз. Зер көмекке дайын. Орманның мұндай үлкен екенін білмеппін. Шаршадым, қарным ашты. Менің де шөлдедім. Қызық, бізді табар ма екен? Оларды таптым, бірақ оларға жету қиын. Бір жағында батпақ, ал бір жағында жыра. Жыра арқылы барайық. Мәссаған, жыра деп осын айт. Енді қайттық. Мүмкін емес деген сөз жоқ деуші едің ғой. Енді қалай өтеміз? Құлаған ағашты көрдің бе? Содан көпір жасаймыз да арғы бетке өтеміз. Турбозаврлар алға! Тор, көпір салатын жерді таптап нығызды. Анки, сен ағашты бекіт те траққа бер. Ал сен діңгекті жыраның қарсы бетте қарай лақта.
Мұның бәрі таңғы жаттығу. Енді қалай өтеміз? Бір ой бар. Үлкен көпір салса ше. Міне, мынандай. Бұлай болса тіпті керемет. Бағаналармен орнатылған көпір. Ғажап! Зедо, көпірге діңгек іздеңдер. Бұл діңгектерді осында жеткіз. Тор, енді бізге үлкендеу алаң керек. Бағаналар берік болмай қалса ше? Қазір бәрін берік қыламыз. Төсеуге тақтайлар қажет. Анки, бөренелерді траққа бер. Олардан тақтай кесіп, бағаналарға төсесін. Оятпай-ақ қой. Менің бір ойым бар. Бірақ ол үшін жол талғамайтын көлік қажет. Балалар қайда? Кеш болып кетті. Олар қайда жоғалып кетті? Балаларым жоғалып кетті. Уайымдамаңыз. Жасырынбақ ойнағанбыз. Оларды іздеп міне таптық. Жүріңіз. Федя, Боря, жерде ұйықтауға болмайды. Суық тиіп қалады. Батпақ қайда? Қорқынышты орман ше. Түс көрген ғой. Жүріңдер, бәліш дайын. Достарыңды да шақырыңдар. Достардың орны бөлек. Иә. Турбозаврлар. Қуғын. Балалар, мен жоқта тентек болмаңдар. 3 күннен кейін келем. Оған дейін сендерге Нора әпке қарай тұрады. Ой, автобусым келді. Енді пойызға кешікпейтін болдым. Әже, ал мынау кімнің жолдорбасы? Әжемнің жолдорбасы ғой. Жолдорбасыз кетіп қалыпты. Иә, жағдай қиын. Уайымдамаңдар, турбозаврларды шақырамын да бір нәрсе ойлап табамыз. Әже, жолдорбасын ұмытып кетіпті. Барлық керек жарағы соның ішінде. Менің де басымнан ұқсас жағдай өтіп еді. Бір күні таңғы ас ішуді ұмытып кетіппін де. Тор, оқиғаңды кейінірек айтып берерсің. Қазір уақыт жоқ. Пойызды басып осып, келесі аялдамаға әжеге жолдорбасын берсек болды. Бірақ ол үшін өзеннің қарсы жағалауына жетуіміз керек. Не істеу керек екенін білем. Турбозаврлар, өзенге жүріңдер. Трамплин жасайық. Сөйтіп, До өзеннен секіріп өтеді. Тор, сен жерден шұңқырға. Анки құрылыс материалдарын жеткізеді. Трак трамплинді жинайды. Турбозаврлар, алға! Катя, Петя, үстіне шығыңдар. Белбеуді байлаңдар да мұқтап ұстаңдар. Әжеге жолдорбаны жеткіземіз. Әдемі ұшып барады. Тоқтаңдар, мен де барам.
Тезірек оралыңдар! Бүгін сен таңға ұшуды ұмытқан сияқтысың. До, саған ілесе алмай келем. Қуып жетзер, кешіп қыламыз. Мүмкін әжеге жол дорбасы керек емес шығар. Зер, егер шаршасаң шатырма отыр. Ұзақ тынығасыңдар ма? Әжеге жол дорбасын жеткізу керек. Мұқтабыста, кесе көлденең ұшамыз, әйтпесе қуып жете Кесе алмаймыз. көлденең деген не? Қазір көресің. Зер доғар, тоқтадық қой. Айғайлаймын деп ойлағанда жоқпын. Кішкентай детпең? Жетіп те қалдық. Тек мына таудан асу керек. Уақыт жоғалтып қайтеміз. Тоннель арқылы өтейік. Тоннельге кіруге болмайды. Ол өте қауіпті. Қорқат деп ойлайсың ба? Қауіпті түкте жоқ. Қорқатын түкте жоқ дедім ғой. Ей, анау жерде жарқырап тұрған не? Пойыз! 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 Иә, одан да төбешікпен барайық. Петя, Катя, жол дорба? Қалайша тез жетіп алдыңдар? Ұшқышы жоқ көліктің арқасында. Желдей зулайды. Ол болмаса үлгермес едік. Жол дорбам үшін көп рахмет, балақайлар. Сендер болмасаңдар не істер едім? Кездескенше! Енді үйге қайтамыз ба? Өтінем, тек кесе көлденең жүрмейікші. Турбозаврлар. Егіз. Жымқырып кетті, ұрлап кетті, тезірек құтқару керек. Анки, түк түсінсен бермасын. Кімді құтқару керек? Кімді ұрлап кетті? Торды, оны қалаға алып кетті. Оқиға бұлай болды. Бұл жер маған ұнамайды. Тас жол тым жақын. Бізді аяқ асты адамдар көріп қойса ше. Анаған қара. Сәлем, менің атым Тор. Ал сен кімсің? Бұл жерге қалай келдің? Ол үшін айдаһар емес қой. Жай ғана бояп қойған фигура. Қайда? Жоқ, ол емес. Ой, міне ол. Тор дер кезінде көлікке айналып кеткенде бәрі жақсы болар еді. Бірақ адамдарды көріп сасып қалды. Сөйтіп ол тұрған орында қатып қалды. Бір нәрсені түсінбей тұрмын. Бұған ұрлықтың қатысы қанша? Мәселе сонда, До. Оны әлгі басқасы екен деп ойлап қалды. Өтірік айдаһар екен деп ойлады. Қалада көңіл көтеруге арналған саябақ ашып жатыр. Сол жерге әртүрлі мүсіндерді тасыған кезде біреуі жүк көлігінен түсіп қалған. Енді Торды соның орнына алып кетті. Түсінікті. Оны құтқару керек. Саябаққа іздеп барайық. Турбозаврлар, алға! Біз барлап қайтайық, ал сендер бізді саябақтың жанында күтіңдер. Неге кешігіп жатыр екен? Қараш, ол үшін айдаһарға онша ұқсамайды ғой. Түк те ұқсамайды.
Әне ол. Сендер де ашылуын көруге келдіңдер ме? Айтарлықтай көретін еш нәрсе жоқ. Айдаһарлар болады деп еді. Бірақ олар түк те қорқынышты емес. Бұл не? Бұлар не? Айдаһардың киімін киген адамдар ғой. Бұл жерден кетейік. Құтқарыңдар, бүкіл денем ісіп кетті. Түскі асты да ішкем жоқ. Қимылдай аласың ба? Жоқ, мені цементпен қатырып тастаған. Мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Бір жоспарым бар. Саябақ анау жақта, ал біз мына жердеміз. Анки, тракты көтеріп, оны ауамен көшіре аласың ба? Сосын ол торды тұғырдан босатып алсын. Әрине. Болды онда. Қараңғы түскенде торды босатып, оның орнына айдаһардың мүсінін қоямыз. Алдымен оны тауып алып келу керек. Оның қайда жатқанын білем. Сендерді де сол жерге апара алам. Анки, айдаһардың қайда екенін ұмытып қалдың ба? Ұмытқан жоқпын. Тек есіме сақтап алмаппын. Тыныш, біреу келе жатыр. Осы орманда бір нәрсе дұрыс емес екенін сезуші едім. Енді анық көзім жетті. Мұнда айдаһарлар өмір сүреді екен. Бірақ ол айдаһар емес. Ол жай ғана мүсін ғой, Степан ата. Демек мүсін екен ғой. Ал мен ойласам. Бұл, сен Анкиге алаңды тегістеп бер. Дайын болған кезде Анки саябаққа тракты көшіреді. Трак, сен торды босат. Сосын Анки саябаққа егізін көшіріп алып келеді. Оны тұғырға қойда, Анки тор екеуіңді бір-бірден кері қарай тасиды. Турбозаврлар, алға! Маған саябақ ұнап қалды. Бұл жерге тағы келетін шығармын деп ойлаймын. Тек менсіз. Бұл жерде жәдігер болып тұрғаным да жетер. Рахмет, достар, мені құтқарып қалдыңдар. Турбозаврлар. Ерегесу. Шығыңдар, мұнда ешкім жоқ. Мә саған, темір жол. Паровоз бол ойнайықшы. Ең алдыңғысы мен. Жоқ, мен ең маңызды паровозбын. Жоқ, ең бастысы мен. Рельсте ойнауға болмайды, тым қауіпті. Пойыз келіп қалу мүмкін. Бұл жолмен қайда баруға болады? Айналып осында келесің. Тек басқа жағынан. Жер домалақ қой. Мәссаған, әуенді әткеншек? Бұл әткеншек емес, темір жол тоспасы. Ол жабылады себебі пойыз келе жатыр. Оның маңында ойда өте қауіпті. Пойыз? Пойыз! Рельстер қайда апаратын Петя мен Катядан сұрап көрейік.
Ипполит, пойызымды орнына қой. Алақай, аттым. Айттым ғой, пойыз айналып жүре береді деп. Темір жол әртүрлі қалаларды біріктіреді. Ең жылдамы менің паровозым. Одан ешкім озып кете алмайды. Жоқ, менікі жылдам. Қараңдар, мен озып келе жатырмын. Алақай! Мінеки, ең жылдамы менің паровозым. Жоқ, Трак, сен қулық істедің. Көпірді неге сындырдың? Кім қулық істеді? Әне, ренжісіп қалды. Трак, зермен татуласуым керек. Достар, үлкен көпір сынып қалыпты. Оны мен сындырған жоқпын. Жартастан тас құлап, көпірдің тірегін бүлдіріпті. Көпірді жөндейтін уақыт жоқ. Енді не істейміз? Не істеу керекін білем. Жарайсың, Трак. Келесі пойыз келгенше жолды жөндеп қоямыз. Трак, тіректі орнат. Тор, оларға орғыз. Анки, қиыршық тас әкел. Турбозаврлар алға! Зер, қане татуласайық? Әрине, бірақ бәрібір мен жылдаммын. Фильм Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.